Hello, my dear student. How are you today? Let's start our lesson. Open your book, page 84, a Paralympic champion. There are some questions and some answers. I have translated all of these questions and answers. Сәлем, құрметті оқушы. Бүгін бізде 84-ші бетте паралимпиадалық чемпионат. Бұнда кімдер қатыса алады паралимпиадалық чемпионаттарға. Сол жайлы сабақ болмақ, және бұның төменгі жағында осы мәтіндерге, сұрақ-жауаптарға байланысты жаттығулар берілген. Осы жаттығулардың барлығы жасалынып тұр. Бұнда аударып қойдым, міне бас жағындағы паралимпиадалық чемпионат Татьяна Макфеден туылғаннан ерекше болды, Бұндай адамдарды біз ерекше адамдар деп атаймыз. Бірақ бұл оның атлетикадан чемпион болуына кедергі келтірмеді. Төменде Татьяна жайлы біраз сұрақтарға жауап бар деп сұрақтарды аударып қойдым. 7 сұрақ, және де оған 7 сұраққа жауап берілген, міне 7 жауабын да аударып қойдым. Жауаптар барлығы түсінікті деп ойлаймын. Енді бұл бірінші тапсырма. Міне бірінші тапсырмада work with the partner. What do you know about the Paralympic Games? How often do they happen? Who competes in them? What events are there? дейді. Бұл жайлы не білесің деп тұр. Паралимпиадалық ойын жайлы не білесің деп тұр. Бұнда мен жаздым. Бұл ойында мүмкіндігі шектеулі адамдар қатыса алады бұл ойынға. Тек қана мылқау адамдар ғана қатыса алмайды деп жаздым. Deaf mute people деген сол мылқау адамдар. Сөйлей алмайды, өйткені олар ести алмайды ешнәрсе. Сол себептен қатыса алмайды. 17-ші жазғы 17-ші ойын Токиода болады, ал жазғы 18-ші ойын Лос-Анджелесте болады. Осы 24 келесі жылы, 24-ші жылы. Енді екінші тапсырмада бізде сәйкестендір деп тұр. Сұрақ пен жауапты сәйкестендір қойдым. Мына жерде үшінші тапсырмада true false-ты жаз дейді. Татьяна has got strong arms and legs дейді. Татьянаның қолдары және аяқтары өте мықты дейді. False болды. She started using a wheelchair when she was very young. Осы орынды коляскада бұл өте жас кезінен бастап отыр дейді. Бұнда отырған жоқ. Ол себебі кішкентай кезінде оның бұндай коляскасы болмады. Ол қолмен жүріп үйренген. Wheelchair racing wasn't her only sport. Бұл оның тек қана жалғыз спорты емес дейді. Дұрыс, ол көптеген спорттарға қатысады. She was a teenager in 2004. 2004 жылы ол жасөспірім болды дейді. Рас, ол жасөспірім болды. Ең алғашқы чемпионаты болды. She doesn't compete in long races. Ол ұзын дистанцияда жарыспайды дейді. Жарысады, марафондарға қатысады. False болды бұл. She trains for 2 hours a day. Ол күніне 2 сағат жаттығады дейді. Жоқ, 2 сағат емес, 4,5 сағат жаттығады. Таңертең 2 сағат, түстен кейін 2,5 сағат жаттығады. Төртінші тапсырмада adverb дейді. Бұл жерде үстеулерді, ли деген жалғауы бар үстеулерді тауып жаз дейді. Мәтіннің ішінен оны жазып қойдым. Immediately, usually, normally, unfortunately, luckily. Енді 6-шы тапсырма. 5-шы тапсырма бізде which of these adverbs have the same meaning, which have two opposite meanings. 5-шы тапсырма жасалмай қапты ғой. 6-шы тапсырма. 5-ші тапсырмада міне екі same meaning дейді. Бірдей мағынасы бар екі үстеуді қайсысы ол дейді. Және де бір-біріне қарама-қарсы үстеулер қайсысы дейді. Usually, normally деген екеуі бірдей, синоним деп айтсақ болады. Әдетте деген сөз. Unfortunately and luckily деген бұлар бір-біріне қарама-қарсы, өкінішке орай, ал luckily деген бақытқа орай деген сөз. 5-ші тапсырмада. 6-шы тапсырмада
мына жерде не деп тұр бізге? Tell your partner about your sports дейді. Өзінің жақсы көретін спортын жайлы өзін досына айт дейді. I usually play volleyball at the weekend. Мен әдетте волейболды демалыс күндері ойнаймын. I am really crazy about team games. Маған шынымен де командный ойындар ұнайды, жақсы көрем. I play volleyball with my friends in neighborhood. Менің көрші достарыммен бірге мен волейбол ойнаймын. In the afternoon, I normally eat a snack and drink a lot of water. Ал түсте мен әдетте, normally деген сөзді қолданып тұрмын. Әдетте мен жеңіл тіске басар жеймін және көп су ішемін дейді түсте. After sport, I take a shower. Одан кейін, спорттан кейін мен душқа жуынамын. I am a sport person. Мен спортты өте қатты жақсы көремін деген сөз. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.